Алла тағаланы әрдайым еске алады, ұмытпайды. Алла тағала құлшылыққа лайық екенін біледі. Шүкір жасау керекпін Раббыма деп ойлайды. Және осы құлшылық істеуді басқа адамдар да соны білсе ғой, Алла тағала құлшылық істеуді соны арман етеді. Сол жолында зиян шегу мүмкін, өзіні құрбан ету мүмкін. Соған қарамастан бәрібір сол жолды тастамай, зиян келтірген адамға да жақсы дұға жасайды, бата береді. Мысалы, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған зиян келтірген кезде, қол жұмсаған кезде, бетінен қан аққан кезде айтады: Аллахумма гфирли қауми фа иннахум ла я'ламун. Я Алла, мынау еліме үшін кешір оларды, олар білмес деп тұр. Олар надандықпен, білместікпен істеп тұр. Егер білсе, олар ондай істемеуші еді. Сол үшін, я Алла, оларды жазалама деп жақсылық тілейді. Және бұрынғы да ғалымдар осы жолда адамдарға жақсылықты жеткізу, мынау иман жолында түсіндіру, оларды құлшылық істесін деп, сол жолда маған зиян тиіседі, сол жолда да соны армандайды екен. Соған сабырлықпен, кейінпейілдікпен сондай жағдайды қабыл етеді екен. Біреу айтады: араласа ғой да мен осы жолында деп, денемді деп айтады екен. Омар бин Абдул-Азиздің ұлы бір күні әкесіне де айтады: осы екеуміз қазанда қайнап, бірақ осы дін үшін, адамдарға дін жеткізу жаңа жолында сондай болса да мен соны қалап тұрмын деп айтады екен. Сонша берілгені адамдарға дінді жеткізудегі ниеттері сондай болған мұсылмандардың. Шынайы құлшылыққа берілген адамдардың осындай жағдайы болды. Иманы кемел адам басқа адамдарға өзіндегі бар жақсылық қалап жүреді екен.